Сәлем достар, ойлантап көз каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен келесі мынандай ойынды ойнайтын боламыз. Яғни архитектурасына қарап елді табу керекпіз. Яғни осы нысандардың, архитектураның, ескерткіштердің қай елде орналасқанын сіздер табу керексіздер. Ойын жалпы 20 сұрақтан тұрады, ал ойлануға 5 секунд уақыт беріледі. Бұл жолы бұл видеоны және бұл ойынды сіздердің білімдеріңіздің артуы мақсатында жасадым. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Ал ойынымыз басталмас бұрын каналға жазылып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар, және видео ұнаса, оған лайк басуды да ұмытпаңыздар. Ал енді бастайық. Бұл қай елде орналасқан архитектура? Қытай. Бұл архитектураны барлығымыз білетін шығармыз. Әрине Францияда. Келесі сұрағымыз. Ресейде орналасқан Родина мать деген монумент болып табылады. Мексикада орналасқан. ақш-та орналасқан. Қытайда. Украина. Италия. Италияда Пиза қаласында орналасқан, е? Балиде орналасқан. Мьянма. Таиланд. Сенегал. Африкада орналасқан. Қытайда орналасқан. Қытай. Таиланд. Будданың мүсіні. Жапония. Қытай. Байқасаңыздар достар, алып мүсіндердің көбісі Қытайда орналасқан екен. Индонезия. Ал бұл алып мүсін Үндістанда орналасқан. Бұл Шыңғыс ханның мүсіні Монғолияда орналасқан. Осымен достар, ойынымыз аяқталыпты. Ойынымыз сіздерге ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, және қанша ұпай алғандарыңызды комментарийде бөлісе кетіңіздер. Сіздер бұл фактілерді, бұл мүсіндер туралы біліп бедіңіздер, соны да бөлісе кетсеңіздер болады. Каналыма жазылған әрбір адам үшін алғысымды білдіремін. Каналымдағы видеолардың 90%-ын адамдар 5 подписки көреді екен. Ал бұл процесс сіздер үшін өте оңай, ал мен үшін өте үлкен мотивация болар еді, егер каналға жазылып көретін болсаңыздар. Ал ендеше осымен видеомыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.